Ал видеоны бастамас бұрын достар, сендерге Нора KZ деген керемет канал ұшынан бұл жерден керемет Майнкрафттан видео көре аласыңдар. Давайте осы арнаға тіркеліп 100 подписчикке шейін жеткізіп тастаймыз. Ссылкасы описаниеде. Біз қарапайым Майнкрафттан керемет видеомызға кеттік. Бәріне сәлем, сіздермен Мейірбек. Және де бүгін біз Майнкрафтты жалғастырамыз. Осы қарапайым Майнкрафтта бүгін екінші бөлім, және де осы серияда біз үй салуға тырысамыз. Ал онда кеттік. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, менде үй салуға барлық керек жарақтының бәрі бар десем де болады. Және де менің үйім анау тауда шахтаның ішінде. Мен осы аралды таңдап алдым. Қараңдар, теп-тегіс екен. Осы жерге салатын боламыз. Алланы қарап көпір жасап қойсақ, ағаш басқа нәрселерін алып келуге болады. Ендеше біз үй салуды бастайық. Примерно алғанда осы жерлерден бастай берейік. 2, 3, 4, 5 болса. Так, мына жағы бір екеуге созсақ, жарайды үшеуге. Және мына жағы бір, ой, мынау не болып қалды? Жарайды, мынаны аттастай саламыз осылай. Және 1, 2, 3, 4, 5. 6 оқысақ осы жағын. Және мына жаққа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай 6 қатардан. Және осы жерден 2. Мына жақтан 2, және де 2 есік қоя саламыз. Қазірге пол жоқ. Пол салмаймыз әзіршеге. Бұлай салып шыға береміз. Ошым айтқанда үйді. Ой, мен басқа жаққа құрып қоя бердім. Жарайды, ол тұрап берсін енді. Ал осы жерлерге біз айна қоямыз, бос жерлерге дегендей. Және де ана жақтан бұлай жетпейді екен, жарайды, осылай қасына бара саламыз. Және ортаға 2 қойып жіберсек. Және мына жағына дегендей. Достар, осылай біз осы серияда керемет үй саламыз. Міне қараңдар, үйдің бас жағы дайын. Ал және мен осылай үйді салдым, жарайды. Бізде мына жерге терезе қойылатын жерлер, және осы жақтан кіреміз. Мен арт жаққа салып қойдым, жарайды. Мына жағына бір қора соғатын шығармыз, иә. Сиырға арналған қора дегендей. Ал бізде үй керемет дайын болып тұр. Мына жерге қоя саламыз ба? Қоя салайық. Бір терезе болып тұрсын. Әне, осындай керемет үй шықты. Егер ұнап жатса, лайктан басыңдар әрине. Бір 10 лайк жинап тастайықшы достар осы серияға, және келесі бөлім шығатын болады достар. Егер Нубпен Продан тағы видео күткенді көргілерің келіп жүрсе, алдыңғы сол Нубпен Про видеоға 15 лайк жинаңдар дегендей. Жарайды, бізде кеш батып кетті, тезірек заттарымызды әкеліп алу керек. Қалған заттарды олар жақта. Иә достар, және мен осындай заттарды көшіріп алып кеп қойдым, және оны дәлелдеу үшін әлі ар жаққа барып көрсететін болам. Ал қазір міне заттар ішінде тұр. Бізде бір 4 стак ағаш артық қалыпты десек те болады. Және бізде қылыш, көмір керек, және песок. Біз мұна айналарын құрып шығайық. Иә, мен 2 пеш дайындап қойдым. Бәрін жасап алдық достар. Және де менде 6 шерсть еді алдыңғы серия, және мен осында 2 кровать жасап қоя салдым. Ортасына не салатынымды әлі білмеймін. Жарайды, ол тұра берсін қазірше. Бізде бір айна дайын. 6 айна шықса, ең болмағанда бізде жетер еді айна. Так, сыртта түн батып жатыр, ал біз ұйықтап алайық. Так, тұрған кезде қазір, ой. Жарайды. Осы жерде бізде 2 айна пісіпті, жарайды, ол пісе берсін. Бізде қылыш, бізге тамақ мәселесі жетіспей тұр. Яғни біз тамақ алып келуіміз керек дегендей. Ал бұл тұра берсін бұл жерде, біз кеттік, жүзіп барайық аралға. Хоп. Опа, жақсы жүзеді. Менде ауа біт қалмасын. Әне ауа бітпей жатпыз. Тезірақ жетіп алдық бұл аралға да. Міне дәлел ретінде достар, мен көшіріп алып келгенді дәлелдей алам міне. Ой, менде 2 пакелім қалып кетті, бұларды табыла саламыз. Я достар, жаңағы көмір көбейген екен, мен тағы бір панкел жасай салдым, сондықтан
жарайды, ол тұра берсін. Бізде тауық. Сол тауыққа барып өлтіріп қайтуымыз керек. Және ол бізге тамақ үшін қажет. Әйтпесе бізде тамақ жоқ. Судан балықтарды аулай салайық. Анасымен жүрді екен. Жарайды, өлтіре алмадық. Мен біраз көп тамақ жинаған кезде қайта келемін, достар. Достар, бізде енді осынша тамақ бар дегендей. Қойлар өлтірдік, және де нелер дегендей. Жарайды, бізде енді песоктар пісіп қалыпты барлығы. 23 тамақты пісіре салайық. Біраз тамақ жинап қойыппыз, достар. Мен 2 факелін келесі салдым дегенде, және де біз мынадай айны дайындап аламыз бұдан. Міне, көрдіңіздер ме, өте көп шығады сонда. Сонда 16 шығады, 16-сын осылай қоя саласыздар. Бізде осындай үй ұнап жатса, достар, әрине лайктарыңды басыңдар дегендей, және лайк басып қолдап отырасыңдар деген ойдамын. Жарайды, біз қоя салайық қаған. Осылай біздің басты мақсатымыз, тағы айтып кетейін, драконды жеңу болады, достар. Бізде 4 тамақ пісіп қалыпты. Менің қарным ашып қалыпты, жеп алайын. Жарайды, қалғаны тұра берсін. Ой, тұрмайды екен, жарайды. Мына жаққа қоя салайық онда. Достар, ойла кетеді. Бізде осында 2 кровать бар енді. Сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, неге паузаға қоя берді деп. Енді оған ренжімеңіздер, достар. Бізде осындай аралдан, тегіс аралдан осындай үй салып ала салдым. Әлі келесі жолы басқа жақтар іздейтін боламыз. Деревня дегендей, және де басты мақсатымыз тағы айта кететін болсақ, ол қой. Жарайды. Драконды жеңу бізде. Жарайды. Осы серия қарапайым Майнкрафттан 2-ші бөлім болды. Әлі, достар, бұл үйімізді өзгертетін боламыз дегендей, және осы қазірге тұра берсін осындай үй. Және көрейік. Тағы тамақтар пісіп қалды. Бізде шахтадан көшіп кеп алдық, осы жаққа енді. Жарайды. Осылай қазір. Міне осылай ат бербегелейді жағылып алдым. Ренжімеңдер енді, достар, енді. Осындай қысқаша видео аяқталды. Оған ренжімейсіңдер енді. Қарапайым Майнкрафт шығып тұрады. Әрине сендер 10 лайк жинасаңдар осы видеоға дегенде. Сендердің, достар, әрбір лайктарың біз үшін видео шығаруға мотивация, достар. Давайте лайктарыңызды басамыз. Және де келесі бөлім қарапайым Майнкрафт шығады. Және Нубпен Проны күтсеңіздер, алдыңғы Нубпен Про серияға 15 лайк жинап кетіңіздер. Қош сау болыңыздар, достар.